Alright, сәлем достар. Бүгін Monday, дүйсенбі, Нью-Йорктың уақытымен сағат 2:40 болып жатыр. Маркеттің жабылғаны аяқ болды. Бүгін Apple, Exxon деген компанияларды көбінесе соларды трейд жасадық. Соны графиктарына қалай анализ жасап, не үшін, қандай себеппен қалай трейд жасағанымыз туралы түсіндіреміз. Жалпы overall profit, жалпы профитіміз болған $606. Бүгін Нью-Йорктан келген Сағын деген біздің коммунитидің ең про трейдердардың бірі жігіт келіп бірге лайв трейдинг жасадық. Сағыннан көп сәлем. Ондай болса бүгінгі трейдіміз кетті. Бүгін өте жақсы күн болды. Жалпы overall болғанда 4 түрлі сток жасадық, бірақ та CCL мен Facebook'тан болғанда негізінде ақша беріп тастадық. Қалай трейд жасаған туралы айта кетейін. Алдыменен бұл жерден Apple'дан бастайық. Apple'да қалай трейд болды. Alright, егер жақсылап қарап отыратын болсаңыздар, бұл жерде Apple жалпы болғанда соңғы сплит жасау керек болатын, жаңа шері ол болғанда бүгін жасау керек болатын, олар extended жасау уақытын келесі аптаның Monday-не бірінші күніне 31 күніне ауыстырды. Сондықтан Apple қайтараны өсіп ашылды, free market өте жоғары өсті. Free market high мына жерде, free market low мына жерде, екі түрлі немен белгілеймін. Егер мен видеоны көріп жүрген болсаңыздар білесіздер қалай анализ жасайтынымды. Сосын бұл ода all time high, ең жоғарғы прайс деген сөз. Мына жақта мынаны өткенсінде ешқандай не жоқ бізде, информация жоқ, сондықтан бізге өткенін қарайтын ешқандай маңызы да жоқ. Сосын қалай трейд жасағанымды 1 минуттан толығырақ түсіндіруге тырысайын. Бұл жерде Apple'дан негізі жақсы трейд болды. Apple шортта жасадық, long positionда жасадық. Екі жағынан да негізінде green деп айтсақ болады. Бұл Apple оңды таңертең трейд жасаған, таңертең алдында өсіп барып түсті. Мынаны оңда біз scalp жасайтын адамдар біледі. Rising devil дейді. Өсіп баратта түсетін жаңағы енді devil деген не ғой, шайтан деген сияқты да, енді өсетін шайтан деген сияқты. Бұл оңда scalp жасайтын адамдар біледі. Маркет ашылардың алдында өсіп баратта, сосын қайтарып түседі. Сондай нәрсе болды. Таңертең біз ешқандай трейд жасамауға тырыстым. Таңертең 15 минут трейд жасағам жоқ. Одан кейін қайтадан өсіп, higher lows жасап, view up'ты құлап, астына қарай түсіп келген жерден, бұл жерден шортқа кірдік. Біраз кеш болды, енді late болды. Неге шортқа кірдік дегенде, мына жерде бізде level бар. Оның үстіне түсіп, new low жасағаннан кейін өсіп, pullback'тан қайтаран түскен жерден кірдік. Бірақ та енді жалпыламай overall айтқанда біраз late болды. Негізінде мына жерден кіріп кететін chance болды. Болып еді негізі кірбек. Оған түскеннен кейін мына жерден үлкен weak buy болғандықтан кіргеніміз жоқ. Мына жерден кіргендіктен кірдік. Одан кейін free market low-ға келген жерден level суды қарап отырып, сол жерден ақырын жартысын partial жасадым. Одан кейін pullback болып кішкене өскен жерінен қайтаран қосып, менің стоп болсын болғанда өзгерген жоқ. Мынаның үстінде қосқан кезде бұл жерде мен жарты сайзбен қосып тұрмын деген сөз. Толық сайзбен емес, жарты көлемде қосып тұрмын деген сөз. Қайтадан түсіп келген кезде қайтадан жартысын сатып, жаңадан low жасаған жерден бірақ шықтым деген сөз. Мен шыққаннан кейін ол қайтта reversal сияқты. Reversal емес та pullback жасады да, қайтадан өсіп 50 moving average-ден қайтадан түсті. Мына жерден болғанда мен жасадым. Шорт болғандықтан шорттан мен жасадым бір 150 ма сондай жасадым. 150 ма $140 жасадым. Одан кейін қайтаран түсіп, мына жерден жаңадан low жасаған жерден, мына жерден жаңадан low жасады, онан енді үлкен descending triangle-дан жаңадан low, үлкен volume breakout жасаған жерден қайтаран scalp, мынау онда scalp тез кіріп тез шығу. Кірдім шортқа, сосын кеп тест жасап қайтаран түскен жерден қайтаран қосып, жаңа low жасаған жерден шығып кеттім деген сөз. Мына жерден қайтадан экстра $100 кірді. Сонымен $233-дың Apple-дың шорттан $233 көрдік деген сөз. Одан кейін Apple қайта дегенде өсіп отырып, ең негізгі төмен несін тапты, low-ын тапты. Сосын kind of мынандай downtrend line жүрілді ғой негізі. Бүгін осы downtrend line-ды бұзып негізінде reversal жасады. Мен болғанда тура reversal жасаған жерден жалпы көбінде кірмеймін, тосам деген сөз. Өсіп алды да мына жерден free market low-ға кеп, resistance жасап, құлап кеп,
жаңа 50 moving average'дан қайтадан bounce жасап breakout жасаған жерден скалпқа кірдім. Мен бұл жерде тағы да скалп, бірақ та бұл скалпты мен біраз hold жасадым. Неге дегенде өте strong болғандықтан, мен стоп лоссым біраз алыс болғандықтан, стоп лоссым мына жерде болды ма, негізі біраз алыстау қоюға тырыстым. 5 минуттың таймфрейммен стоп лосстарымды қоямын, негізінде 5 минуттың кэндлдің астына деген сөз. Одан кейін long position'нан қайтадан үстіне келген жерден мына жерде бізде көк сызықпен тағы да level бар. Біз болғанда Нью-Йорк сағатымен 6 кезінде пайда болатын range'дан алып отырмыз деген сөз. Осы жерден қайтадан short жағына long position'нан 99-нан $36 пайда көрдік деген сөз, $100 пайдасы деген сөз. Осыменен Apple болғанда бүгін жалпы overall 300 қанша доллар Apple'дан келді. Apple өте жақсы трейд болды. Apple'дан сыртында біз мен нежене Facebook пен нені айта салайын. CCL-да Facebook'тан болғанда біз мен бір қанша доллар беріп қойдым, 30 қанша доллар беріп қойдым, бірақ та ерте шығып кеттім. Шортқа кірдім, мына жерден неге кірдім деген кезде мынандай нені бұзды. Жақындатып қарайтын болсақ, егер Facebook'та да негізінде өте хайда тұр, мына жерден breakout'та кірдік. Себепсіз емес, себеппен кірдік, breakout'пен кірдік. Volume өсіп баратқан жерден candle жабылмай тұрғанда кіргем, негізінде candle бақта қатты өте агрессив volumeмен бұзбай қойды да, сосын volume қанша жақсы емес болғандықтан қайтадан өсіп кетті да. Мен мына жерден егер мына ұқсап жаңадан енді engulfing жасайтын болса тура шығайын деп ойлағам, оған engulfing жасамағандықтан бұл жерден engulfing жасағандықтан бұл жерден шығып кеттім деген сөз. $30, $100 рискқа кіріп, рискқа қойып кіріп, мына жерден scalping жасамақшы болып кірдім, бірақ та new low жасайма деген өзім сондай оймен кіргем. Негізі мына жерге кезде partial жасап бастайын ба деп ойлағам, сатып бастайын ба деп. Оған енді сондай болғандықтан кіргем жоқ. Жалпы болғанда $33 рискқа беріп тастадық. CCL-дан болғанда $3 мен негізінде шықтық деген сөз. CCL-ға болғанда бұл жерде қызық нәрсе болды. CCL-дан тағы да scalping трейд болды. Мен CCL-дан ана енгірмен мен жасадым да, қыз көрсең. Окей, мына жерден жасадым. CCL болған кезде бүгін өтте bullish. Біз кеше негізінде осы CCL бойыңғалар өсет деп негізінде Sunday meetingда сөйлескенбіз. Өсет дау деген не болған. Сол негізінде өсті, ойлаған ойдағыдай. Бірақ та біз басқа трейд жасап отырғандықтан CCL басында мына неде качап жасай алмай қалдық. Сосын CCL-дан не болды дегенде біз 1 минуттан scalp жасадық. Ол қалай болды дегенде мына жерден жаңадан high жасап алып CCL түсіп кеп pullback жасап, сол pullback-тан бұзды ғой нені. Жаңадан high жасаған, breakout жасаған жерден 1 минуттың moving average'дан, бірақ та стоп лосын 5 минуттың несіне қойып, 5 минуттың candle'ның астына қойып кірдік деген сөз. Сосын кірдім, одан кейін агрессив өсіп жатқандықтан қайтадан тезірек қостым. Неге дегенде scalping болғандықтан тез қосып тезірек шығу керек болды да. Сосын үстіне келді, пайда ойлаған жеріме келді, шықтым. Одан кейін break-even-мен негізінде шығып кеткен болатын да. Осы жерден тапқан ақшамды негізінде бір 100 қанша доллар болатын да. Сосын мына жерге беріп тастадым. Мына жерден қайтадан breakout жасап жатқан сияқты болып кіріп едім. Fake breakout болды да. Breakout-та болған жоқ, шынымен айтқан кезде breakout жасамақшы болып тұрған сияқты level 2-дан көрінді да. Бізді стоп аут қылды да, сосын қайтадан тапқан ақшаны беріп тастадық. Сонымен CCL болғанда негізінде break-even $3 ғана profit деген сөз. Одан кейін Exxon деген бензин шығаратын американ компаниясы. Бұл болған кезде жалпы overall bigger picture алатын болса, мына болған кезде buy zone-да тұрды, ана жерде басында 1 рет өскен, 2 рет өскен, 3-ші рет сол buy zone-ға келіп тұр деген сөз. Бұны біз Sunday meeting-да өсет деп көргенбіз. Сол дәл ойлағанымыздай өсті. Мен мына жағынан қарап отырған болатынмын. Астына келіп алды да, мына жерден кішкентай descending, downtrending channel жасап тұрып, сол channelді бұзып, үлкен агрессив болумен бұзып, қайтадан settle down жасап жатқан жерде мен тура кірдім. Стоп лосс болғанда астында мына жерде moving average-ің астында, мына жерде 200 moving average кетіп отыр. 1 минуттың несімен алысырақ қойдым да, сосын кірдім, сосын тура мына жерде жаңадан high жасап, агрессив жасаған кезде сатып 30% сатып, одан түсіп кеп sell down болған кезде қайтадан қосып, қайтадан сатып. Мынаны болғанда мен бір сағаттай трейд жасадым да, негізі көп уақыт hold жасадым.
Жалпы бұдан болғанда тек кірген ақша $304, өте жақсы пайда болды. Сосын сатып 30% сатып қосып, қайтадан сатып, одан кейін қалған болғанда мына жерден бір, ең соңғысы мына жерден саттым. Сонымен мынау кішкене өсіп алды да, одан кейін қайтып түсіп бастады. Негізінде дұрыс жерден шықтық деп ойлап тұрмын. Одан кейін бүйтіп ары қарай бірақ түсіп кетті дейміз. Жалпы болғанда Exxon болғанда өте жақсы. Қазір болғанда қайтадан өсіп отыр екен. Негізінде болғанда өте bullish, жаңадан high жасап өсіп отыр екен. Негізінде overall болғанда $606, негізі осындай жақсы green, өте жақсы green болды. Негізі біздің teamнің disclosure-дың көбі жақсы green жасап бүгінгі күндерін жауып жатыр екен. Alright, I hope you guys learned something. Келесі жолға рекап видеода кездескенше, және бізді егер ары қарай видео жасасын десеңіздер, ұнап жататын болса, subscribe жасаңыздар, және де астындағы біздің Instagram парақшамызға жазылыңыздар. Біз күндегі нелер сол жерге салып отырамыз, сторіға, және де веб-сайтта видео сабақтар бар, лайв сабақтар да жүріп жатыр. Бізге жазылып, хабарласыңыздар, біздің тимге қосылыңыздар. Келесі видеода кездескенше, peace.